көлік жүргізгенде 5 жол ережесін білсеңіз жеткілікті. Мысалға, осылай кетіп бара жатқанда, мына енін ескере отырып көлігіңіздің өзіңіздің жолыңызбен жүрген дұрыс. Неге? Өйткені қарама-қарсы бағыттағы машина келіп қалуы әбден мүмкін. Ол бірінші ереже. Екінші ереже. Мына өзіңіздің жолыңызбен кетіп бара жатқан кезде қатардан қатарға ауысу үшін айна қарайсыз. Сол жақ айнаға қарайсыз, сол жаққа шығу үшін. Міне. Болды. Оң жақ айнаға қарайсыз, оң жаққа шығу үшін. Міне. Жеткілікті. Үшінші ереже ол дегеніміз. Егер біз оңға бұрылатын болсақ, оң жақ қатардан оңға бұрыламыз. Белгі болса да, болмаса да, оңға бұрылу тек қана оң жақ қатардан жүзеге асырылады. Солға бұрылу сол жақ қатардан жүзеге асырылады. Ортаңғы жолақ тікке жүреді деп ойлаймыз. Әрине, бұрылған кезде өзіміздің оң жақ жолаққа түскен дұрыс. Оң жағымен бұрылсақ, солға бұрылсақ, сол жақ жолаққа түскен дұрыс. Дәл осылай. Және де автобусный линия болса, сол жақ қатарға шыққан өте дұрыс. Әрине, солға бұрылатын кезде мына сол жақтағы бордюрды жағалап жүрген дұрыс. Сол жаққа қараймыз. Осыны жағалап жүрген дұрыс. Кеңдеп алсаңыз, сол жағыңыздан көлік кіріп кетеді. Және төртінші ереже ол өзіміздің жолақпен жүрген дұрыс. Мына жолақтан шықпауға тырысыңыздар. Айнадан қарағанда жолақтарыңыз көрініп тұр. Солға шығу үшін сол жағын көрсеткішті қосып, қарап, және шыққан дұрыс. Және бесінші ереже ол өте мұқияттылық. Және бесінші ережеге жатқызатын нәрсе ол оңға бұрылған кезде міндетті түрде жаяу жүргіншілерді жібереміз. Және де солға бұрылған кезде қарама-қарсы бағыттағы көліктерді жібереміз. Қарама-қарсы бағыттардағы көліктерді және жаяу жүргіншілерді жібереміз.